Циклы алкандардың атауы көміртек атомдарының сәні сәйкес келетін алкан атауының алдына цикла сөзін қосу арқылы алынады. Осылайша, циклоалкандар тобының алғашқы 4 мүшесі циклопропан, циклобутан, циклопентан және циклогексан деп аталады. Кең таралған ароматты қосылыстар немесе арендер 6 көміртек атомнан тұратын циклді қосылыс бензолдың туындылары. Өзара біріккен бензол сақиналарынан тұратын ароматты қосылыстардың атаулары нафталин, антрацен және тағы басқа сәйкесінше көмірсутектердің атауына байланысты аталған. Органикалық қосылыстың атауы негізгі көмірсутек деп аталатын көміртек атомдарының орналасуы бірдей көмірсутек атауынан шығады. Сызықтық және тармақталған алифатты қосылыстардың негізгі көмірсутек ең ұзын үздіксіз көміртек тізбегінен тұратын алкандар болса, алициклді қосылыстар үшін циклоалкандар және ароматты қосылыстар үшін арендер болып табылады. Алкандар алифатты қосылыстардың негізгі көмірсутектері. Алкандардың гомологтық қатарының алғашқы 4 мүшесінің атаулары метан, этан, пропан және бутан. Алкандардың келесі мүшелерінің атауы алкан молекуласындағы көміртек атомының санын көрсететін сандардың грекше атауымен байланысты. Осылайша 5 көміртек атомынан тұратын алкан пентан 6 көміртек атомынан тұратын гексан деп аталады және тағы сол сияқты жалғаса береді. Органикалық қосылыстар жайында сөз қозғағанда немесе жазғанда түсінбестіктер туындамас үшін олардың әрқайсысы өзінің бірегей атымен қатесіз аталуы тиіс. Органикалық қосылыстар санының көптігі мен олардың құрылымының күрделілігін ескерсек, бұл жалпыға ортақ ережелерді қатаң талап ететін күрделі мәселе болып табылады. Органикалық қосылыстарды атау үшін қысқаша IUPAC деп аталатын теориялық және қолданбалы химияның халықаралық одағы құрастырған ережелерді пайдаланамыз. IUPAC номенклатуралар жүйесі нақты орындарға жалғанған функционалдық топтары бар көміртек қаңқасы ретінде қарастырылатын органикалық молекулалардың құрылымдық ерекшелігін ескере отырып құрастырылған. Жалпы алғанда жүйе бойынша атау негізгі 3 кезеңнен тұрады. Бірінші, молекуланың көміртек қаңқасын анықтау және оны құрамындағы көміртек атомының санымен орналасуы бірдей болатындай негізгі көміртек атымен атау. Екінші, функционалдық топтарды анықтау және қосылыс атауында олардың бар екенін көрсету. Үшінші, функционалдық топтардың орнын олар орналасқан көміртек атомдарын нөмірлеу арқылы көрсету. Пропанол 2 атауын қарастыру арқылы жүйенің тәжірибе жүзінде қалай жұмыс жасайтынын көруге болады. Молекула қысқа тізбекпен байланысқан 3 көміртек атомынан құралған көміртек қаңқасынан тұрады. Сәйкесінше, негізгі көміртектің атауы пропан болады. Гидроксил тобының бар болуы қосылыстың спирттер тобына жататынын білдіреді. Оны ол жұрнағын жалғау арқылы көрсетеміз. Сонымен қатар гидроксил тобы тізбектің басынан санағанда екінші көміртек атомымен байланысқан. Осылайша, берілген қосылыстың атауы пропанол 2 болады. Алифатты қосылыстарды атаудағы алғашқы кезең ең ұзын үздіксіз көміртек тізбегін анықтау және атау болып табылады. Мысалы, мына алкандағы ең ұзын үздіксіз тізбек 4 немесе 5 емес, 6 көміртек атомынан тұрады. Негізгі тізбектегі 3-ші көміртек атомымен байланысқан CH3 тобы бүйірлік тармақты құрайды. Көміртек пен сутектен тұратын және негізгі тізбекпен байланысқан бүйірлік топтар алкил топтар деп аталады. Оларды соңғы көміртек атомындағы бір сутек атомын жоғалтқан алкандардың туындылары ретінде қарастыруға болады. Сондықтан алкил топтарының атауы сәйкес алкан атауындағы ан жұрнағын ил жұрнағына өзгерту арқылы алынады. Мысалы, метил, этил, пропил және тағы сол сияқты. Алкил топтары негізгі көміртек тізбегіндегі бүйірлік радикалдар ретінде қарастырылады. Олардың бар екендігі алкил тобының атауын қосу арқылы және қажет болған жағдайда алкил топтары жалғанған көміртек атомдарының нөмірін көрсету арқылы анықталады. Егер молекулада бірде 2 немесе одан да көп алкил топтары бар болса, сәйкесінше ди, три, тетра және тағы сол сияқты префикстер қосылады. 2 радикалда бір көміртек атомында орналасса, берілген атом нөмірі қайталанатынына мән беру керек. Алкил топтары әрқашан әліпби ретімен жазылады. Алкандарда ең ұзын тізбектегі көміртек атомдары бүйірлік топтардың орналасуын көрсететін сандардың қосындысы мүмкіндігінше ең аз мәнге тең болатындай етіп нөмірленеді. Мысалы,
Мына көмірсутектегі көміртек атомдарын солдан оңға қарай немесе оңнан солға қарай нөмірлеуге болады. Бірінші тәсіл әлде қайда ыңғайлырақ. Өйткені мұнда метил тобы 3 санымен көрсетіледі. Бұл басқа нөмірлеу жүйесінде көрсетілген 4-тен кіші болғандықтан қосылыстың атауы 3 метилгексан болады. Цикл алкандар мен арендерде дара орын басушы радикал болса, циклдегі барлық көміртек атомдары эквивалентті болғандықтан радикалдың орналасуын көрсетудің қажеті жоқ. Алайда циклге 2 немесе одан да көп топ жалғанған болса, нөмірлеу әрқашан олардың біреуінен басталып, екінші радикалдың нөмірі мүмкін болатын ең кіші сан болатындай етіп цикл бойымен нөмірленеді. Органикалық қосылыстарды атауда цикл көбінесе бүйірлік радикал ретінде қарастырылады. Мұндай топтардың атауы бензол сақинасынан басқаларында алкил топтарындағыдай қойылады. Бензол жағдайында топ фенил тобы деп аталады. Мысалы, мына көмірсутектің атауы 2 фенил бутан. 2 немесе одан да көп функционалдық топтардан тұратын қосылыстарды атауда біршама қиындықтар туындайды. Мына қосылыс 3 гидроксипропен 1 немесе пропен 2 ол 1 деп аталуы мүмкін. Қалай атағанымыз дұрыс? Осы мәселені шешу үшін EU-пак функционалдық топтар үшін басымдық ретін орнатты. Ең жоғарғы басымдыққа ие топ негізгі функционалдық топ деп аталады және атауда әрдайым сәйкес шырнақпен беріледі. Берілген қосылыста гидроксил тобының басымдығы қос байланысқа қарағанда жоғарырақ. Сондықтан гидроксил тобының бар екендігін көрсету үшін ол жұрнағын қолдану керек. Негізгі функционалдық топ әрқашан молекуланың негізгі тізбегінде орналасады, ал көміртек атомдары олардың орнын көрсететін сан мүмкіндігінше кіші болатындай етіп нөмірленеді. Мысалы, мына спиртте ең ұзын тізбек 5 көміртек атомынан тұратынына қарамастан, негізгі тізбек 4 көміртек атомынан тұрады. Карбоксил тобы ең үлкен басымдыққа ие. Сондықтан карбоксил тобындағы көміртек атомы әрқашан бірінші нөмірге ие және қосылыстың негізгі тізбегін бастайды. Сәйкесінше көрсетілген қышқылдың дұрыс атауы 2,3 дихлор бутан қышқылы.